Армысыздар! Қазақша контентті қолдап, төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Темірбек әдеттегідей жұмыс басты. Күнделікті қарбалас тірліктің басы мен аяғы белгісіз. Бірін атқарса, екіншісі келіп тұрады. Бәрін бітіріп, арқаны кеңге салып, терең тыныстауды көрмегелі қасжан. Жоғарыдан келген, әлде бір нұсқаулар бойынша жасалатын жоба-жоспарлар дейсің бе, бұрын жасалғандарына жазылатын есеп-қисап дейсің бе, әйтеуір толып жатыр. Азанда келіп, қай папкіден бастарын білмей, аңырап отырып қалғаны бар. Ондай кезде ойланып жатуға да мұрша бермей бөлім бастығы телефон шалады. Пәлен күнгі түген дейтін тапсырыс бойынша жобаны алдымен жасау қажет екендігін ескертті де, тездету керек деп қосып қояды. Сонымен бас алмай, бел жазбай отырып, жан таласатын үйреншікті тірлік басталды. Жұмыс күнінің аяқталуына жақын қалғанда дәлізде әлдекімнің өзінің аты-жөнін айтып сұрастырып жүргенін құлағы шалып қалды. Сөйткенше болған жоқ, есіктен бейтаныс полиция сержанты сәлем беріп кірді. Оның әкеліп ұсынғаны ішкі істер басқармасын арнайы жіберген шақыру болғаны болып шықты. Әрине, қонаққа немесе тойға шақырып отырмағаны анық. Тергеушінің аты-жөні, кабинетінің номері, уақытын көрсете отырып, қылмыстық кодекстің пәленше бабының түгенше тармағы бойынша күдікті ретінде шақырылғанын мәлімдепті. Келмеген жағдайда заң бойынша қудаланумен қатар қажет деп мәжбүрленуге дейін баратындығын атап көрсеткен. Тұла бойын үрей билеп кеткен Темірбек: «Інім, бұл не сонда? Мені қалайша күдікті етіп отыр?» дегенде даусы дірілдеп кеткені өзіне де аңғарылды. «Ағасы, мен сізге ештеңе түсіндіре алмаймын. Басқармаға барған соң тергеушіден бәрін білесіз ғой. Мынаған қол қойыңыз» деп тағы бір құжатын ұсынды. Сержант шығысымен ол әлгі қылмыстық кодекстің пәленше бабының түгенше тармағы деген Google арқылы іздеп көріп, мәтінді оқығанда шалқасынан түсе жаздады. Темірбек түні бойы ұйықтай алмай мазасы кетті. Әйелінің әлсін-әлсін неге мазасызданып жатқанын сұрап, «Бір жерің ауып жатыр ма? Жұмысыңда проблема болды ма?» дегенде қамқорлық пен мейірімге, жанашырлық пен жылылыққа толы үнін естіген сайын тіпті дегбірі қашты. «Не деген ақымақ едім. Менің иттігім мен опасыздығым ертең-ақ дүйім жұртқа әшкере болады. 20 жыл бойы ыдыс-аяқ сылдыратпай, мен үшін жанын беруге даяр жүрген жарымның жайы не болар екен? Бәлкім бала-шағам, туыс-туғандарым бәрі сырт айналар. Оларды қойшы, мендей топасты өмір бойы қадірлеп, төбемнен құс ұшырмай жүрген жұдырықтай ғана мына ел байғұстың күні не болар екен?» Бәрінен де оның көңіліне қаяу түсетін болды. «Өзгені қойшы, бұл жағдайды естігенде күйі қалай болатынын айтсаңшы. Көру тұрмақ, оны ойлаудың өзі қиын. Неге ғана сол қадамға бардым? Әй ақымақ басым-ай, мені тек жан-жарым кешірсе ғана болғаны. Әй қайдам, баяғыда бір пақыр айтыпты ғой: ешкінің құйыршығы тіп-тік, үнемі арты ашық жүреді, оны ешкім сөкпейді. Солай болуға тиіс деп ойлайды. Ал қойдың құйыршығы бір мәрте солай көтеріліп, жалғыз рет арты асылшыншы, бәрі шулап қоя береді. Расында, менің бір рет жасағанымды үнемі әдет етіп алғандар да бар. Оларды ешкім кінәламайды. Тіпті онысын еркектікке, серлікке балап мақтан шететіндер де бар. Оларды қойшы, өз бетімен кетсін. Менің бір реткі әрекетімнің ақыры мынадай болып, іс насырға шапты. Бәрінен ұятын айтсайшы, өлімнен ұят күшті деуші ме еді? Бәрінен гөрі өліп қалғаным жақсы ғой». Ұзын көшені бойлап келеді. Жолдың екі жағы толған адам. Бәрі көз алмай қарап тұр. Кейбірі саусақтары шошайып нұсқайды да бірдеме деп сол маңда тұрғандарға айтады. Оны естігендер жағаларын ұстап, беттерін шымшиды. Қайсы бірі қарқылдап күліп жатыр. «Ят, масқара» деген сөздер құлағына шалына бастады. «Бұлар неге маған көстіге қарайды? Несіне сөгіп жамандап тұр?» деген ой келген соң, үсті басына көз жүгіртсе, үстінде іліп алған лыпы жоқ тыр жалаңаш жүгіріп келеді екен. Ұяттан жерге кіре жаздап, ол жерден тез жүгіріп өтудің ғана амалын ойлады. Бар деммен лезде жүгіріп жүріп, көзден таса болуға тырысқанмен екі аяғына тас байлап қойғандай ауырлап алға жылжымайды. Сөйтіп тыпыршып жатқанда, «Саған не болды?» деген әйелінің даусынан шошып оянды. Қара терге малшынып терлеп кеткен. Ештеңе болған жоқ. Бір жайсыз түс көріп, Темірбек әрі-сәрі күйде отырып таңғы асын ішті де кетуге ыңғайланды.
Ұйқысы қанбағандықтан да басы ауырып әңкі-тәңкі. Азанда көрген түсі еске түскенде одан бетер дегбірі қашты. Қалалық ішкі істер басқармасының еңселі сұры ғимаратына келіп, шақырту қағазына жазылған кабинеттің есігін қақты. «Кіре беріңіз», деген жас жігіттің қатты дауысы тым өктем естілді. Өткен аптаның соңында Темірбек қызмет ететін мекеме қызметкерлері қала сыртындағы демалыс жеріне барып бір күндік тынығу іс-шарасын өткізген. Күні бойы көлге шомылды, волейбол ойнады, қысқасы өздерінше таза ауада бой жазысты. Кешкішін аулада ұзын үстелде жайылған дастархан басына жайғасып, бәрі ішіп-жесіп көңіл көтерісті. Темірбектің гитара шертіп, ән айтқанын бұрыннан білетін әріптестері қолқалап қоймаған соң бір-екі әнді нықшына кетіріп орындап берді. Олардың қатарына қайдан қосылғаны белгісіз бір бейтаныс қыз сол кеш бойы Темірбектің қасынан шықпай, «Ағай, тағы бір ән айтыңызшы» деп қиылып тұрды. Алғашында әріптестердің бірінің қарындасы шығар деп ойлады. Кейін бірлі-жарымен сұрап көріп еді, ешбірі танымайтын болып шықты. Тіпті ұжымдағылардың арасынан «Мына бейтаныс қыз сенің кімің болады?» деп Темірбектің өзінен сұрағандар да болды. Сонымен түн ауған соң жұрт тарқасып, әркім өз бөлмелеріне кеткен. Әлгі бейтаныс қыз кетуге асықпады. Темірбекті сөзге тартып, оны-мұны бірдеңкелерді әңгіме етіп, аулада біраз отырды. Өзі бір ауыз жаппайтын әңгімешіл қыз екен. Арасында күлкілі бірдемелер айтып, Темірбекті езу тартқызып қояды. Уақыт тым кеш болып бара жатқан соң Темірбек көз шырымын алуды ойлап әлгі қызбен қоштаспаққа ыңғайлана бергенде, «Аға, бала емізетін келіншекке неге асықтыңыз? Әлде бөлмеңізде бір сұлу күтіп отыр ма еді?» «Жоға, бөлмеде бір өзім ғана. Жай әншейін тым кешпеп». «Жарайды ағасы, сізді бөлмеңізге жеткізіп салайын. Әніңізге сүйсінген көп қыздардың бірі дәлізде бас салып жүрер деп, сізге оқарға болайын» деп сыңқ-сыңқ күлді. Мейлі, жасым ұлғайғанда қарындасым қамқорлық жасап, қорғап-қоршап жүргелі тұрса, несіне бас тартамын деп Темірбек қалжыңға сүйеді. Дана есімді жас қыз әлі ауыз жаппай бірдемелер айтып келеді. Бөлмесінің есігіне тақап, «Мен осы бөлмедемін. Бөлмемізге бас сұғуға бола ма?» деп қиылды. Темірбек таңырқай көз тастап, «Әрине. О, люкске орналасқан екенсіз, құтты болсын» деді. Темірбек тоңазытқышты ашып, ішінен тіске басар бірдеңкелермен қоса бір шиша шарап шығарып, 2 стаканға толтырып қойып, «Ал таныстық үшін алып қояйық. Сіздің әдемі әндеріңіз үшін», деді Дана күлімсіреп. Екеуі қысыр әңгіме айтып біраз отырды. Бір кезде орнынан тұрған қыз, «Ой аға, басым айналып барады, құлайтын шығармын. Шарабыңыз тым күшті екен» деп наздана үн қатты. Қарсы алдында тұрған Темірбектің кеудесіне маңдайын сүйеп, ыңырсып үн қатты. Қалай құшақтаса кеткендерін Темірбектің өзі аңғармай қалды. Арғы жағы белгілі. Түнімен жас қызға ләззатқа батырып, екеуі таң ата бере ұйқыға кеткен. Темірбек оянып, жан-жағына қараса, бөлмедегі әлгі Дана жоқ. Терезенің пердесін ашып еді, тал түс секілді. Сағатына қараса, шынымен де бір болып қалыпты. Ақшам да аяқ астынан пайда болып, түн ортасында танысып, таң атқанша бірге жатқан Дананы оятпастан, қоштаспастан кетіп қалғанына қайран қалды. Шынымен де, ол өзі осындай болды ма, әлде мен түс көрдім бе деп қайран қалды. Бірақ үстелдің үстіндегі орталған шараппен босап қалған 2 вокал тіске басар тағамдар түн ортасынан таңға дейін оқиғалардың куәсі екенін анық етті. Бірауыз қоштаспай, үн-түнсіз шығып кете бергеніне таңдана қойды. Жуынып шайынып шықты да түстенуге астыңғы қабаттағы мейрамханаға кірді. Әріптестері әлде қашан жайғасып алған, тамақтанып отыр екен. Дуылдаған қауымның ортасына барып еніп, демалушы ұжымды басқарып жүрген кәсіподақ комитетінің бастығы ортаға шығып, кешкі тамақ сағат 5-те болатын, одан шыққан соң есік алдында қалаға баратын автобус дайын тұратынын хабарлады. Түскі тамақтан соң демалыс үйінің ауласындағы алаңда ұжымдары 2 командаға бөлініп волейбол ойнады. Сайыстың тартысы болғаны соншалық, екі жақта бір-біріне дес бермеді. Бірінші ойында жеңіп шыққан Темірбектің командасы екінші айналымды да жеңіліп қалды да ақтық бәсекеге түсті. Ұжым қызметкерлері де 2 топқа бөлініп алған. Ойынның көрігін одан әрі қыздыра түсті. Соңғы айналымда өз командасын қызықты ойынға ұтымды жұмылдыра біленген Темірбектің командасы
басымдық көрсетіп жеңіп шықты. Түрлі сайыстардың қорытындысы шығарғанда Темірбек бастаған волейболшылар командасына қомақты ақшалай сыйақы берілді. Бәрі ақшаларын теңдей бөлісіп алып мәз-мейрам. Кешкі аста көңілді өтті. Бір тәуліктік демалыстарын осылайша өткізген бір ұжымдағы әріптестер жол бойы әндетіп улап-шулап қалаға іңірде жеткен еді. Тергеуші Қайсар күдікті ретінде шақырылған Темірбекті қарсы алдындағы орындыққа жайғасуды бұйырды. Аты жөнін, туған жылын, қайда, қандай қызмет атқаратынын, тұрғылықты мекен-жай секілді жалпылама сұрақтарынан кейін тергеуші демалыс үйінде өткізген түн туралы сауалға көшті. Темірбек болған оқиғаны көрген-білгенін түгелдей баяндап берді. Тергеуші: Дананы қашаннан бері танисыз деп сұрады. Сол жолғы демалыс кешінде ғана таныс болдық. Сіз оны не мақсатпен бөлмеңізге күштеп енгіздіңіз? Мен оны бөлмеме кір деп те айтқан жоқпын, өзі кіріп шығайыншы деген. Дәлізде сіздің қасыңыздан өте бергенде бас салып бөлмеңізге енгізгеніңіз қалай? Жоқ, олай болған жоқ. Мен басында сізге түгел баяндап шықтым ғой. Ендеше, ол неге таңертең сіздің бөлмеңізден қашып шығады? Қашып шыққан жері жоқ. Оның сіз жатқан бөлмеден қатты абыржулы күйде қашып шыққандар көргендер бар. Мен оның қашан шығып кеткенін білмеймін. Оянсам жоқ екен. Өзіңізден көп жас кіші қызды бөлмеңізге күштеп енгізесіз, түнімен зорлайсыз, қорқытып үркітіп таң атқанша білгеніңіз істейсіз. Ол сіз душқа кіргенде киініп қашып шығады. Ағасы көп қарсыспай шындықты мойындаңыз. Мен сізге имандай шынымды айтып отырмын. Шындығын айтсам, ол қыз мені өзі айналдырды. Тіпті таныспай жатып қасымнан бір ел ұзамай жабысып отырып алды. Бөлмеме кіруге өзі сұранды. Қысқасы, барлық бастама тек Дана тарапынан болды ғой. О, ағасы, қатырасыз. Сонда әлі тұрмысқа шықпаған жас қыз сіз секілді жігіт ағасына өзі жабысып, тіпті зорлап тастаған болды ғой. Онымен қоймай, сізді түнімен мазалап деп тергеуші Қайдар қарқылдап тұрып күлді де: Мен сізге сөз басында заңның тарапынан ескерттім. Оны қайталап жатудың қажеті шамалы деп білемін. Дананың арызы бойынша сізге қозғалған қылмыстық іс ауыр санатқа жатқызылады. Эксперттер кейбір айғақтар заттарға арнайы тексерістер жүргізіп жатыр. Істің ақ-қарасын айырып сотқа береміз. Егер тараптар өзара келісімсіз десеңіз, онда істі жабуға болатын тұстары бар екенін ескертемін. Ал енді тергеу аяқталғанша ешқайда кетпеу туралы қолхат берсеңіз, сосын шақырған уақыттарда дер кезінде осы жерден табылатын боласыз. Бүгінше осы. Енді боссыз. Темірбектің әбден басы қатты. Араға 3-4 күн салып әлгі тергеуші шақырды. Қоятыны баяғы сол сұрақтар. Ол да қайталап айтуды бір танбайды. Қайсар әр сөзін компьютерге бірін қалдырмай басып отыр. Ең соңында принтерден шығарып, әр бетке қол қойдырып алып, қай күні сағат нешеде келетіндігін ескертіп қоя берді. Әлгі бір түндік төсектес Дананың жаппаған жаласы қалмады. Оңаша кездесіп, ақылға қонбайтын сома айтып, ақша талап етті. Ондай ақшаны ешқайдан таба алмаймын десе, банктен несие ал деп ақыл айтады. Онымен қоймай, әйеліне айтамын деп қоқаң-лоқы жасайды. Сөйтіп жүргенде бір ай уақыт өте шықты. Бір күні түстен кейін оны тергеуші тағы шақырып, эксперттер жасаған сараптамалардың қорытындысы келді. Айғақты заттарға сіздің онымен жыныстық қатынас жасағаныңыз дәлелденді. Енді сотқа жолдаймыз деді. Мен оны зорлаған жоқпын ғой. Не үшін істі болуым керек? Мұндай істің талайын тергеген адамын. Барлық еркектер солай деп айта береді. Сіздің зорламағаныңызды, Дананың өзі барып қойныңызға кіріп кеткенін дәлелдейтін ешбір дерек жоқ. Ондай шаруаны жасайтындар қасына куәгер әкеліп қойып істемейтін шығар. Қарсы айғақ болса сотта көрсете жатарсыз. Данаға ат шапан айыбыңызды төлеп кешірім сұрап бітімге келерсіздер. Ол жағы енді өз құқыңызда. Дананы зорламасам, оның жапқан жаласымен сотталып кете беремін бе сонда? Қатынаста болғаныңызды сараптама қорытындысы айғақтап тұр. Ал Дананың жазған арызында сіз оны зорлағаныңыз егжей-тегжейлі жазылған. Сіздің мойындамауыңыз ендігі жерде маңызды емес, істі сот шешеді. Темірбек әйелінің жұмыссыздығын, бала-шағасының көптігін және басындағы үйінің ипотекалық қарызын зорға төлеп отырғанын Данаға айтып, 1000 мәрте жалынса да ол құлағында қыстырмады. Арызын қайтарып алмады. Ол өзінің неге мұндай қадамға барғанының себебін оңашада Темірбекке жасырмай айтып берді.
Дана туған әкесінен жастай жетім қалыпты. Жесір қалған анасы кейін екінші рет тұрмысқа шығады. Дананың жасы 16-ға толғанда оны өгей әкесі оңашада зорлапты. Ол азғын сол бір кешірілмес кінәсін кейін де талай рет қайталаған. Орта мектептен кейін колледжге түскен Дана туған үйінен сол күйі безіп кеткен. Бала кезінен еркек атаулыға өлердей кектенген жас қыз олардан өш алу үшін өзі азғындық жолға түсіпті. Ірі мейрамханаларда түрлі басқосулар мен той жиындарды аңдып жүріп, жібі бостау, нәпсіқұмар азаматтардың талайын құрыққа түсіріп сорлатқан екен. Олардан бопсалап тапқан ақшасымен қазір қалада тәуір баспаналы болып, қымбат көлік тізгіндеп жүрген жайы бар. Бар сырын жасырмай айтқан Дана: менің өгей әкем де гитара тартып ән салатын өзінше сері адам. Бірақ барып тұрған опасыз азғынның өзі. Сізді көргенде сол бір оңбаған неме есіме түсіп кетті. Қысқада кеткен кегімді, ұзыннан кеткен өшімді тағы бір мәрте қайталап алайын деп ойладым. Сөйтіп сізді оп-оңай қолға түсірдім. Сенің өгей әкеңнен басқа неге менен сорлауым керек? Неге сорламайды екенсіз? Егер менің уысыма түспей-ақ ағалық ақылыңызды айтып, мені ұялтып, тіпті ақырып ұрысып шапалақпен бетімнен тартып бөлмеңізден қуып шықсаңыз, сізге зор алғыс айтар едім. Өмір бойы сізді сыйлап өтер едім. Ал сіз әйеліңізге, бала-шағаңызға опасыздық жасап, менімен төсектес болдыңыз. Сондықтан мен сізді кешірмеймін. Опасыздығыңыздың өтемақысы ретінде мен айтқан соманы төлеп құтыласыз, немесе абақтыға айдалып жазаңызды өтейсіз. Мұндай лас статьямен сотталатындардың түрмедегі өмірі қалай өтетінін мен сізге айтпай-ақ қояйын. Осылай деген Дана орнынан тұрып кете берді. Анадай жерде тұрған еңселі әрі ірі джипін от алдырды да шұғыл бұрылды. Машинаның артындағы қызыл шамның бірі жанып, бірі сонып алыстап бара жатқанда Темірбек шоқ-шоқ деп табалап жатып көрінді. 2 апта уақыт өтті. Қарбалас жұмыстан бас көтермей отырған сәтінде өзін аудандық соттың хатшысы таныстырған бір жас қыз Темірбекке телефон соқты. Сіздің номеріңізге SMS жіберемін. Қылмыстық іске қатысты жабық сот өтетін мерзім мен орынды хабарлайды. Айтқандай-ақ тоңқ еткен қысқа дыбысты қоңырау соғып хабарлама түсті. Келесі аптаның сәрсенбісінде сот өтпек. Сәрсенбінің сәтінде тағдырым шешіледі екен деген ой сап етті. Жабық сот жиналысын басқарған судья қыз тым жас қыз. Темірбек: мына қызың тәжірибесі аз, өмірдің ашы тұсын көрмегені белгілі. Сыртта еш шыр білдірмей өзінше бейтартпақ көрсеткен болып отыр. Іштей Дананы жақтайтын шығар. Тым құрығанда істі тіс қаққан ер азамат қарағанда ғой деп ойда болды. Соңғы сот отырысында бір жас жігіт сұранып жиналысқа қатысты. Судьяның сұрағына берген жауабына қарағанда жергілікті университеттің заң факультетінде оқиды екен. Ерікті детектив деп өзін таныстырды. Біздің елдің тәжірибесінде ене қоймаған осы сала бойынша өз бетімен тергеу жүргізіп, онысын сынақтан өткізіп жүргенін айтты. Және Данаға қатысты осы істі бақылағанын, маңызды дерек ұсына алатын судьяға жеткізіп өзін жиналысқа қатыстыруын сұрады. Дананың сотқа дайындығы сақадай сай болып шықты. Демалыс орнындағы мейрамхананың бір қызметкері сол күні оның Темірбек орналасқан бөлмеден абыржулы күйде қашып шыққанын көргенін айтып, сотқа куәлік етті. Темірбек бар шындықты айтып ақталса да сотты иландыра алмағандай болды. Қызметтес жігіттердің бірі оқиға болатын күні кеш бойы Дананың Темірбектің қасынан шықпай отырғанын, күмәнді көрінгенін айтып, әріптестерінің ары таза екеніне кепілдік беретінін мәлімдеді. Судья одан: сіз түн жарымда Темірбектің бөлмесіне болдыңыз ба деп сұрады. Жоқ, деді әріптесі. Ендеше сіздің жеке көзқарасыңыз іске ешбір дерек болмайды, деді судья ханым. Бір кезде әлгі студент детектив сөз сұрады. Судья рұқсат берді. Темірбек оны да Дананы да ертіп әкелген жақтастарының бірі деп ойлады. Мәртебелі судья ханым, деп сөз бастады әлгі студент. Ары қарай кейбір техникалық құрал жабдықтар, яғни диск, флешка секілді заттар қолдануға рұқсат сұрап алып, мен соңғы уақытта өзім ерікті түрде Дана ханымның ізіне түсіп бақылауға алған едім. Осы кезде мына Темірбек ағайға байланысты оқиғаға тап болдым. Бір ұжымның корпоративкасында Дана ханымның астыртын кіріп мына кісінің қасына жайғасқанын көрген соң ағайдың аты жөнін сұрап алдым да ресепшнге өтініш жасадым.
Люкс бөлмесіне жасырын камера қойдым, себебі Дана ханымның бұдан бұрында заңсыз жолмен ақша бопсалап пайда тауып жүргенін білген едім. Сондықтан арнайы органнан алған рұқсатым да бар. Кейін оқиға дәл мен күткендей өрбіді. Енді сол бейнебаянды көрсетуге рұқсат беруіңізді сұраймын. Судья рұқсат берісімен әлгі бала оқиғаны бастан аяқ көрсетіп шықты. Бәрі Темірбектің айтқанымен дөп келіп тұр. Отырғандар жағасын ұстап Дананың жүзі өрт сөндіргендей түтігіп кетті. Судья мен хатшысы екеуі таңданысып бас шайқасты. Үзіліс жариялап судья кеңесі бөлмесіне кеткенде залда қалған жәбірленуші, прокурор, тергеуші, күдікті, детектив, студентте үн-түнсіз отырып күтті. Судья келіп үкімді оқи бастағанда полиция қызметкерлері қолындағы кісенін даярлап Темірбекке қарай жақындай берген. Ұзақ оқылған үкімнің соңғы бөлігіне жеткенде күдікті Темірбек сот залынан босатылып, Дана ханым тұтқындалсын деді. Темірбекке қарай бара жатқан полиция қызметкерлері кері бұрылып барып, бағанадан бері ұстап тұрған кісеннен Дананың қолына салды. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлист деген бөлім бар. Осы плейлист бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер жинағы бар, аудиокітаптар бар, нақыл сөздер бар, қызықты мәліметтер, үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар, қазақша рецепттер, қолөнер бар. Осы жерге кіріп, өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер, аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе, осы жерге кіріп, осылай өзіңізге ұнаған, өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар. Барлығы өмірден алынған, болған оқиғалар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. 100 000 оқырманға жетейік.